Баян Алагөзова жақында сізден кешірім сұрады, сіз көрдіңіз ба? Көрдім. Сол сөздің соңында сізден жолығып кешірім сұрағым келіп еді, бірақ ол кісі қабылдамады деді. Мен енді кешірмей қойдыңыз ба? Жоқ, мынандай сұрақтар менің өз пікірімше, пайымдауымша каналдың деңгейін түсіреді деп ойлаймын. Бұл орыс тілінде айтқанда частные жаңа қарым-қатынастар, жаңағы Баянның кешірім сұрамау, одан не өзгерді? Ештеңе өзгерген жоқ. Мен өз басым білетінмін. Да, ол менің шәкіртім. Иә, Баян талантты, дарынды, қазақтың бүгінгі күндегі мәдениетте, руханияттағы өз орнын шегелеп алған, дәлелдеп жүрген қазақтың қыздарының бірі. Баянның егер сол кешірім сұрағанның өзі оның азаматтылығы, оның өндігі, оның кішілігі, оның ақылы. Сондықтан мен өз басым ақылды қыздарды сыйлаймын, және қашанда оларға мен тілекшімін. Баянға да солай. Иә, мен де сол құрметпен қарадым. Жақсы, енді аға, сізге ұнамаған сұхбат болса? Жоқ, ұнағандық емес. Мен жаңағы адами сұрақтар деп тұрмын. Бұл жаңағы адами деген жаңағы үлкен дүниелік сұрақтар.